Қайырлы күн көрермендерім, 5 минутта дайын болып, 5 минутта желініп жоқ болып кететін көктем салатының рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Рецепті соңына дейін қарап, каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға сәбізімізді осындай ұзынша корея күшінен өткізіп аламыз. Құрметті көрермендерім, каналдың дамуына кішкене өз үлестеріңізді қосып, тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып, және осы каналды достарыңызбен немесе басқа да әлеуметтік желілермен бөлісуді ұмытпайық. 300 грамдай 40 қабаттада соломка етіп ұзыншалап турап аламыз. Енді тәтті бұрыштарымызды да ұзыншалап, жіңішкелеп тураймыз. Балғын қиярларымызды да жіңішкелеп, ұзыншалап тураймыз. Қызанағымызды да ұзыншалап турап аламыз. Бір бас пиязымызды да жіңішкелеп тураймыз. Ас көгімізді де майдалап турап қосамыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз қосамыз. Және осындай дүкеннің дайын чим-чим тұздығын қосамыз. Ашпай тұрып, сыртына әбден мұжып араластырып аламыз, себебі түбінде тұнып қалуы мүмкін. Міне тұздығымызды салатымызға қосамыз, жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын, қонақ келген кезде немесе өзіңіздің дастарханыңызға тез арада дайын болатын салат. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығыңызға ұнайтынына сенімдімін.